Баршаңызға сәлем достар. Бүгін фантазия тортын жасайтын боламыз. Бұл торттардың ішіндегі ең нәзігі. Себебі кожына қараңыздар, өте нәзік, өте жұмсақ. Құпиясын білгіңіз келсе, видеоның соңына дейін көріңіздер. Алдымен айранға сода қосып, кішкене араластырып, реакция беру үшін 5 минутқа қойып қоямыз. Көрдіңіздер ме, міне осылай көпіріп көтерілу керек. Енді бұған 2 жұмыртқа, сұйық май және қант қосамыз. Барлық керек заттарын мен төменде описаниясын жазып қойдым. Енді венчиктің көмегімен араластырамыз. Егер ол болмаса, шанышқыны пайдалансаңыздар болады. Енді онды електен міндетті түрде өткіземіз, өйткені ауамен реакцияға түсу керек. Сонда жақсы қамырымыз көтерілетін болады. Осылай ұн мен какаоны алдын ала дайындап алып, 2-3 бөлікке бөліп араластырамыз. Бізде осындай қою емес, сұйықтау қамыр пайда болады. Формамызға пергамент қағазын қойып, ешқандай жан-жағын майламаймыз, осыған қамырымызды құямыз. Алдын ала қызып тұрған пеште 180 градуста 20-25 минутта пісіреміз. Піскенін шпажкамен, яғни таяқшаның көмегімен тексеріп аламыз. Пісіп шыққан бисквитті формасынан шешіп, 1 сағат көлемінде суытуға қою керек. Суып болған соң бисквитті 2 бөлікке бөлеміз. Беткі бөлігін аламыз, оны біз оформлениесіне қолданамыз. Қазір сіздерге бисквитті тегіс және бірдей етіп бөлудің әдісін көрсетемін. Ол үшін пышақты терең етіп батырмай, осылай айналдыра кесіп шығамыз. Кейін кез келген жіппен жаңағы кескен жерімізге жіпті салып, осылай айналдырып барлығын салып алып, жіпті бір-бірімен айқастырамыз. Айқастырып, екі жаққа қарай тартамыз. Міне екіге бөлінді. Көрдіңіздер ме, қандай теп-тегіс, және қараңыздаршы, нәп-нәзік, жұп-жұмсақ. Арасында тесіктерді көрдіңіздер ме? Ол таза пісті деген сөз. Кремін дайындаймыз. Ол үшін салқын сливкиді 7-8 минуттай миксерлейміз. 33 немесе 35% кілегей пайдаланыңыздар. Кілегей осылай қойыланып жатқан кезде үстіне сгущенка қосамыз және 10 секундтай ғана миксерлейміз. Крем дайын. Енді тортты жинаймыз. Мына жерде қолданып жатқан крем творожный крем. Бұл менде алдыңғы торттан қалған болатын, және бұның рецептісі менің каналымда бар. Ал жаңағы дайындаған креміміз ол тек қана кілегейлі крем, сливкиден дайындаған креміміз. Енді міне үстіңгі бетіне осылай беті тегіс, әдемі жағын қоямыз. Оған осы кілегейлі кремді құйып бетін тегістейтін боламыз. Барлық керек толық ингредиенттерін төменде описаниясына жазып қойдым. Немесе заварной крем, сметанный, яғни қаймақты крем, кез келген кремді қолдана берсеңіз болады. Мынау бізде алып қалған бисквиттің беткі жағын осылай қолмен жақсылап майдалап, торттың бетіне сүйіп шығамыз. Бетіне, айналасына, әдемілік үшін. Бетіне жер жаңғақ септім, немесе кез келген жеміс-жидекті қолдана берсеңіздер болады. Дайын болған тортты 1 сағат тоңазытқышқа қойсаңыздар, кремі сіңіп өте дәмді болып шығады. Біздің супер фантазия тортымыз дайын. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өйткені бұл сізде бірінші жасағаннан ақ шығады. Сіздермен бірге болған Үрбіш Әмірқызы. Видеоның соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Келесі видеода жолыққанша.